Супер Юнайтед, Рапид and Блиц. Хорватия. Білесіздер, Рапидті Фабиано Каруано ұтты. Ал Блицте бірінші орында Максим Вашье Лаграф, немесе МВЛ. Екінші орында Алиреза Ферузджа, үшінші орында Фабиано Каруано. Енді әлем чемпионаты үшін үміткер Гуккеш Домараджо және Вашье Лаграф Максим. D4, ATF6, Apple F4, D5, Лондонның бір нұсқасы. I3, C5, C3, I6, At D2, At C6, Pil D3, Pil D6, G6 және F4. Бұл енді атақты Гарри Нельсон Пилсберидің сүйікті несі? Бұл сақина деп аталады ғой. Пилсберидің сақинасы деп аталады. CD, Pil D7, жалпы Максим Вашье Лаграф үшін таңғалатын дүние емес, ол пілді D7-те жиі орналастырады, ол француз қорғанысын ерекше ұнататын мықты шахматшы. Өзі француз және француз қорғанысы. A3, H6, көріңіздер ме қандай сауатты ойын, бүкіл сарбаздарды қара түске орналастырды, ал өзінің пілі ақ түсті. At G3, G5, орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасауға болады. G3, G7 және H5. Болашақта әрине H4 деген іс-әрекет жасау. Бұл блиц. Ұмытпаңыздар, блицте бұндай жағдайлар болады. Егер де атпен жейтін болса, онда турамен жейсіздер, содан кейін уәзір F4 деп жек кетесіздер. Уәзір E2, тура C8, ашық жолдарды ауыр фигуралар ерекше ұнатады. H4 түсініксіз. Әлем чемпионаты үшін үміткер бұлай жүруге ешқандай хақысы жоқ. Хақысы жоқ, өйткені мына G3-тегі сарбаз артта қалған сарбаздардың бірі. Тура G8 бірден G1, уәзір C7, C жолы болашақта бізге керек болады. B6-ға боямыз, содан кейін B2-ке, D4-ке шабуыл жасау амалдарын. Француз қорғанысы, бай қарасаңыздар. B4, At I7, енді бұл француз қорғанысындағы жиі қолданатын жүріс емес. Бұл да Гарри Нельсон Пилсберидің сүйікті маневрларының бірі F5-ке немесе G6-ға орналастыру. Уәзір I5 тағы да бір өте өрескел қате. Не істеп жатыр? Уәзір C3 бірден мына жерге шабуыл жасады, екінші мына жерге шабуыл жасады. Басқа амал жоқ. Патша I2. Мына жақта да мысалы уәзір F6 деген мүмкіндік болды, бірақ I2. At G4 бірден мына негізгі орталықтағы уәзірге шабуыл жасады. H5, At F5 бірден мына жерге шабуыл жасады. Жағдай өте қиын. Бұлай жеуге де мүмкіндік жоқ, өткені шах және At F2 мат деген іс-әрекет. At негізгі орталыққа бар және At D4 осымен ойын аяқталды. Мына жерге баруға болмайды және келесі жүрісте турадан айырылып қалады. Әлем чемпионаты үшін үміткер бұлай ойнауға хақысы жоқ.